мынау ортадан алға алғанша алға алсын дейтін түсінік бар. Сол бойынша алып отырып жатқан жайымыз баламыз екеуі. Ұрпақтан ұрпаққа жалғаса береді осындай игі істеп. Мамам мынандай қоқыстар, шашақтар, мынандай орамалдар, мынандай балдар киетін башмақтар жасап жатырмын. Мына шашақ, мына шапанға, мынандай шапанға тағылады. Мен киіп қоямын. Телевизор, мысалға әшекей дайындап жатырмын. Бұл қазақтың ұлттық әшекейлері. Мысалы мынау алқа, мына қолымызға тағатын әшекей браслет. Бұның бәрі таза күмістен жасалады. Мысалы кезінде үлкен әжелеріміз, аналарымыз қолына таққан осы арқылы тамақ жасаған кезде жаңағы адамдардың бойына тәтті тағамды жаңағы дарысын деп пісірген, бойы таза болсын, нәрлі болсын, тағам сіңімді болсын деген мақсатта. Мысалы мынау қарап отырсақ, шашбау, бұл қыз балаларға арналған, мысалы өзім сияқты. Мысалы шашты екі жаққа бөліп отырып, осы шашбауды тағамыз, сонда бұл қыз баланың тұрмысқа шықпағаны, әлі жаңағы балалық, бозбалалық шағы екенін білдіруге болады. Енді қазір екеуіміз шекелік дайындаймыз саған. Бұл қыз балаларға арналған қазақтың әдемі әшекей бұйымдарының бірі болып табылады. Бұның біздің тағу мақсаты баланы тіл көзден, жамандықтан сақтау мақсатында және әдемілік мақсатта осы шекелікті жасаған болатын. Енді осыны екеуміз бірігіп шекелікті дайындайық. Біз негізі шекелікті таза жаңағы күміс материалдан жасаған жақсы бұйымнан енді барынша біз қолымыздағы жаңағы материалдар жасайтын боламыз.